Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен керемет дымдама пісіретін боламыз. Ауызашарға арналған, ауызда еритін жұмсақ, өте дәмді, ерекше рецепт. Қасиетті Рамазан айында күнде осындай керемет рецепттермен бөлісіп отырамын. Жаңадан көріп отырған көрермен болсаңыздар, маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп, комментария жазып, лайк басып отырыңыздар. Ең алдыменен өздеріңіз көріп отырғандай, қандай ет болса да бола береді. Жақсылап ұсақтап турап, суға сап қойдық. Пиязымызды ұсақтап турап, картошкамызды осындай майға жақсылап қуырып алдым. Осылай майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Астына отымызды жағып, жақсылап, өздеріңіз көріп отырғандай далада ошаққа жасап жатырмыз. Өте даладағы ошақта өте дәмді, ерекше болып шығады. Осылай қызған қазанымызға осылай етімізді жақсылап салып, осылай қып-қызыл қылып жақсылап қуыратын боламыз. Етті жақсылап қуырсаңыздар, дәмді ерекше болып шығады. Қуырдақтарыңыз. Енді ұсақтап туралған пиязымызды салып, оны да жақсылап қызартып, жақсылап қуырамыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, және де тұзымызды дәмдеуіштер болса өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыздар болады. Біз етіміз тұздалғандықтан тұз салмай осылай жасадым. Осылай жақсылап қуырып болғаннан кейін үстіне картошкамызды саламыз. Сәбізіміз бен картошканы алдын ала осылай қып-қызыл қуырып алған. Енді осыны салып, оның үстіне суымызды құйып, бетін тегістеп, әдемелеп салатын боламыз. Отты баяу жағатын боламыз. Ішіле қатты оттың қажеті жоқ. Баяу отта осылай бәрін бұқтыратын боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай. Астына азырақ су құятын боламыз, күйіп кетпеу үшін. 40 қабат болса, 40 қабатты осылай бетіне барлық жерін жабатындай қылып, осылай қойып шықсаңыздар, қуырдақтарыңыз дәмді болып шығады. Осылай барлығын осылай қойып шықтым. Бетін жауып, енді осыны 1 сағатқа қалдырамыз. Баяу отта, оттың қажеті жоқ. Осылай жай отта өздеріңіз көріп отырғандай бетін жауып, 1 сағат уақытымыз өтті. Тамағымыз өздеріңіз көріп отырғандай пісті. Енді бетін ашып, осылай тамағымызды салатын боламыз. Ең алдыменен осылай капусталарымызды алып аламыз. Бетіндегі бізде 4 леген қуырдақ шықты. 4 легенге жететіндей қылып капусталарымызды теңдей қылып осылай бөліп салып алдық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, біздің тамағымыз пісті. Енді барлығын жақсылап араластырып, тарелкаларымызға орналастыратын боламыз. Менің видеом ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта әртүрлі видеолар түсіретін боламын. Әртүрлі тағамдар осы қасиетті Рамазан айында күнде осылай салып отыратын боламын. Соны өткізіп алмас үшін және де бірінші болып көру үшін маған тіркеліп, комментария жазып, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, осындай қазақ қыздарыңызды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ауызашарға дайындаған тамақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, ерекше болып шықты. Қонақтарымызды осылай керемет тамағымызбен қуантып шығарып салдық. Сіздерге де осылай жасап беруге кеңес беремін. Назарларыңызға көп рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге алғысым шексіз. Сау болыңыздар.